Қазақстандық ипотекалық компанияға 20 жыл. Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің тапсырмасы бойынша Қазақстандық ипотекалық компания құрылды. ТМД-да алғашқы ипотекалық облигациялар шығарылды. Компанияның өкілдіктері республиканың 15 өңірінде ашылған. Moody's халықаралық агенттігі бірінші рет кредиттік рейтинг берді. Компанияның акциялары Қазақстандық қор биржасында орналастырылған. Ипотекалық кредиттеудің жеке бағдарламасы іске қосылды. Компания қолжетімді баспана 2020 мемлекеттік бағдарламасының операторы рөлін атқарды. Акциялардың бақылау пакеті бәйтерек ұлттық холдингінің басқаруына берілді. Сатып алу құқығы мен жалға алу жеке бағдарламасы бастап алды. КИК өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасының операторы болып табылады. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Оның операторы ретінде Қазақстандық ипотекалық компания таңдап алынды. КИК өзінің Орда ипотекалық кредит беру бағдарламасын іске қосуда. Медицина және білім беру қызметкерлеріне тұрғын үйді сатып алу құқығы мен жалға беру туралы келісімдерге қол қойылды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Қазақстан ипотекалық компаниясының базасында тұрғын үй бірыңғай операторы құрылады. Қазақстандық тұрғын үй компаниясы тұрғын үй бағдарламаларының бірыңғай операторы.